Келесі ақпарат Кентау қаласынан. Кентау қаласының белсенділігі уақыт өткен сайын күшейіп келеді. Бұл жолғы патриоттық идеяның авторы Тұрар Омаров Мәдениетұлы. Ол Қазақстан Республикасы ата заңымызды 200 метрлік қағазға басып шығарды. Кенді шақарда осыны тойлау үшін зиялы қауым өкілдері мен қаланың құрметті қонақтары бас қосты. Біздің әріптесіміз Жазира Әбдіқасымқызы да осы шараның басында болған еді. Қараңыздар. Кентау қаласының төрінде өткен бұл қасиетті жиынға Кентау қаласының біраз тұрғындары қатысты. Барлығы 30 тамыз күніне арналып жасалған. Бұл идеяның авторына дән риза болды. Тұрар Омаров Кентау қаласындағы номері 22 мектеп гимназиясының тарих пәнінің мұғалімі. Ол осы уақытқа дейін Кентау қаласының байрағын көкке көтеріп жүрген белсенді азаматтарының бірі. Құрметті Кентау қаласының тұрғындары, барлықтарыңызды 30 тамыз Конституция күнімен құттықтаймын. Бүгінгі іс-шара осы жақында ғана идея келді. Неге осы Кентау қаламызда ең ұзын Конституция жасамасқа деген. Өйткені әлі бүгінгі күнге дейін осы елімізде және әлемде ешкім бұндай ұзын Конституция жасаған емес. Бүгінгі біздің Кентау қаласында жасалған Конституцияның ұзындығы 80 сантиметр, ал ені 200 метрге жетеді. Жәнібек ханның кезінде бірінші жеті жарғы заңы шыққан болатын, ал енді өзіміздің Қазақстанды да қамтығандай заңымыз өзінің күшіне еніп, ол заңда әлеуметтік жағдайға дейін барлығы қарастырылып, біраз қиыншылықты еліміз бастан кешірді. Конституция осы заманғы мемлекеттіліктің маңызды белгісі, мемлекеттің бастапқы саяси және құқықтық құжаты болып табылады. Шараның ең үлкен маңызы біз ертеңгі 30 тамыз айында болатын Конституция күнін біз бүгін ертерек осы Кентауда өткізіп жатырмыз. Бұл заң өзіміздің тәуелсіз алғаннан бері өзінің жүйелі жұмыстарын атқарып, осы бүгінгі күнге дейін жетістікке жетсек, осы заңның арқасы. Мынау әр елде өз алдына мемлекет болғаннан кейін ол заңсыз жұмыс істей алмайды. Қазіргі кезде парсы шығанағындағы кейбір абсолютті монархияларда ғана конституция жоқ. Мемлекеттің барлық басқа заңдары оның қағидаларына барынша сәйкестендіріле отырып қабылданады. Конституциялық қағидалардың бұзылуы өте елеулі құқық бұзушылық болып табылады. Ал қазіргі таңда құқықты бұзу бұлай тұрсын, керісінше оны қастерлеп көгіне көтеретін қазақтың ұлдары баршылық. Ендеше қазақтың барша халқын келе жатқан мемлекеттік ата заңы күнімен құттықтаймыз. Жазира Әбдіқасымқызы, Нұрсұлтан Ескендір, арнайы апталық шоу үшін. Тұран Түркістан телеарнасына келіп түскен апталық шоу бағдарламасына жеткізгеніміз маңызды әрі қызықты жаңалықтарымыз осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Келе жатқан демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі аптада қауышқанша еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Сіздермен бірге болған мен Ақмарал Ғаниқызы.